Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай әдемі болып шығатын, көздің жауын алатындай мужской каприздың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен керек заттарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Ет, жұмыртқа, сәбіз, картоп. Жұмыртқамызды 20 минуттан кейін өшіріп, ыстық суын төгіп, лезде үстіне салқын суымызды құйып қоямыз. Сол кезде біздің жұмыртқамыздың қабығы әдемі болып ашылады. Ал енді бізге керек форманы қолдан жасап аламыз. Дәл осындай пластмасты шелегіміздің түбін кесіп алып тастаймыз. Сіздерде майонездің шелегі болмаса, 2 литрлік коланың ортаңғы бөлігін, яғни тегіс бөлігін кесіп алсаңыздар болады. Бізде баклажка болса да, пластмас шелек болса да маңызды емес. Ең маңыздысы біздің формамыз тегіс болу керек, яғни іші топ-томалақ болу керек. Бізге керекті заттарымды дайындап қойдым. Ет, жұмыртқа, сәбіз, картоп және сыр. Одан бөлек майонез бен тұзымызды дайындап қоямыз. Салатын тарелкамызды алып, оның үстіне шелекті орналастырып, ішіне майонезімізді аздаған бөлігін құйып шығамыз. Ең алдымен піскен етімізді майдалап, кубиктап турап аламыз. Кейін форманың ішіндегі майонезді дөңгелектеп жағып шығамыз. Дәл сол майонездің үстіне етімізді бір тегіс қылып қойып шығамыз. Етіміздің үстінен шым-шым тұз қосамыз, себебі біздің етіміздің тұзы жоқ. Көп қоспаңыздар, шым-шым ғана. Кейін майонезді осылай құйып шығамыз. Барлық жеріне жететіндей көп қосып жібермеңіздер. Майонезді осылай кішкене тесік қылып кесіп алыңыздар. Келесі бізде сәбізді де майдалап, кубиктап турап шығып, еттің үстінен орналастырамыз. Жақсылап орналастырып, бір тегіс қылып, бұның үстінен де шым-шым тұз қосамыз. Барлық тұзды қосқанда бір шай қасықтың ұшымен ғана шығу керек. Кейін сәбіздің үстінен де майонезді осылай құйып шығыңыздар. Келесі бізде картопты де дәл солай майдалап турап, арасын тұздап, кішкене қасықпен тығыздап, үстіне майонез құйып шығамыз. Майонезді не көп, не аз қосуға болмайды. Одан кейін бір жұмыртқамызды майда теркадан өткіземіз. Оның үстінен сырымызды да дәл солай теркадан өткіземіз. Бұның арасын майонез жақпаймыз. Жұмыртқаны да кішкене тұздап жіберіңіздер. Ал енді шашылған заттарымызды сүртіп аламыз. Кейін барып шелекті шешетін боламыз. Осылай бір қолмен жоғары қарай ақырындап көтеріп тұрып, бір қолмен қасықпен осылай басқылап тұрыңыздар. Сол кезде әдемі болып теп-тегіс болып шығады. Бетін өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Біздің мужской капризіміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.